Баршаңызға қайырлы кеш. Бүгін сіздермен 20 минутта осындай үй жағдайында керемет рулет дайындайтын боламыз. Ең алдымен құрғақ ыдысымызға жұмыртқамызды саламыз, шекерімізді қосып жақсылап көпіргенше араластырамыз. Араластырып болғаннан соң көтерілгенін қараңыздар. Жақсылап осылай көтерілген уақытта електен өткізіп, ұнымызды, разрыхитель, шым-шым ванилин, кішкене тұз салып, жақсылап електен өткізіп, барлығын аз-аздан қоса отырып миксерлеп аласыздар. Астына жазбаша рецепті де қалдыратын боламын мен сіздерге. Енді кезекте пешімізді 180 градусқа қыздырып аламыз 5 минутқа. Пешіміз қызам дегенше тестамызды жақсылап пергамент қағазын төсеп, құйып шығатын боламыз тегістеп. Енді қызып тұрған пешімізге салып 15-20 минутта пісіріп аламыз. Піскен спашканың көмегімен қарап көрсеңіздер болады. Осындай майлыққа орап қойып қоямыз 5 минутқа. Одан соң пергамент қағазынан ажыратып, арасына өзіңіз қалаған кремді немесе варенье, джем жақсаңыздар болады. Мен варенье жағып қойдым. Осылай астарыңыз дәмді болсын. Сіздермен бірге болған Оспан Диана.